Asырын дағуат кезеңінде, исламға шақыру кезеңінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сахабаларды ешқашан үйіне жинамаған ше. Аса болатын жер керек, дін ары қарай жасырын дағуат қой, дағуат тоқтап қалған жоқ, жасырын бірақ. Енді соны қақа барамыз. Сөйтетте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Арқам ибн Аби Арқамның үйіне барады. Ол кезде Арқам ибн Аби Арқам да исламды қабылдап қойған. Нешінші исламды қабылдаған кісі дейді? Арқам ибн Аби Арқамның өзінің сөзі бойынша 7-ші болып қабылдадым деп айтқан. Өткендегі әңгіме ғой сол. Басқа біреуді айтады 7-шімін деп. Енді Алла біледі шынымен қайсы 7-ші екенін. Бірақ кейбір тағы деректерде келеді, ол кісінің 12-ші болып исламды қабылдағандығы. Қалай болғанда да алғашқылардан ғой, енді озаттардан. Бірақ жасы 20-ға жетпеген екен әлі. Жасы 16 менен 20-ның арасында дейді. Міне сол кезде исламды қабылдаған жап-жас жігіт қылшылдап тұрған. Бұл кісінің үйі бір жақсы жері. Сафа тауы бар, егер умраға барған болсаңыздар қажылыққа, Сафа тауының арғы жағында екен үйі. Былайша айтқанда көзден таса үй екен. Көрдіңіз бе? Сол көзден таса үй, жиналуға ыңғайлы үй, және бұл кісінің үйі үлкен болған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның таңдап тұрған үйі ғой енді. Сол үйге жайлап мұсылмандар не істей бастады? Жиналып, аяттар түсіп жатыр ғой, күн сайын, апта сайын аяттар түсіп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға. Сол аяттарды ауызба-ауыз кімнің үйінен тұңғыш рет жаттаған дейді сахабалар? Арқам ибн Аби Арқамның үйінен жаттаған. Жер бетіндегі ең алғашқы медресе Арқам ибн Аби Арқамның медресесі дейді, үйі дейді. Жер бетіндегі исламның тұңғыш ілім ошағы осы кісінің үйінен бастау алған екен. Неліктен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл жігіттің үйін таңдады деген сұрақ келеді енді. Неліктен таңдады? Ғалымдарымыз үш нәрсені айтады. Біріншісі, бұның бірінші исламды қабылдаған кезіндегі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан алыс тұратындығы дейді. Исламды қабылдап жатқан сахабалардың көп, Абу Бәкір кімдер? Пайғамбар саллаллаху алейхи үйінің жанында, алыс емесқа. Мына кісі Сафа төбесінің ар жағында тұрады екен. Сафа төбесінің арғы жағында. Сондықтан исламды қабылдаған кездегі ең алыс тұрған үй кімнің үйі екен? Сахабалардың ішінде Арқам ибн Абу Арқам, яғни көзден таса үй екен. Анау адамдардың онша жол түсе бермейтін, көзге іліне бермейтін үйі Арқам ибн Аби Арқамның үйі екен. Бұл біріншісі, таңдауының пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Екіншісі, бұл Махзум тайпасынан шыққан дейді. Арғы тегі Махзум тайпасына барады. Мен Таймин деп қателестім, жоқ, дұрыс, Махзум тайпасынан шыққан. Бұл Махзум тайпасы мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Хашим тайпасы, Бану Хашим, екеуі Меккедегі әрдайым бақталастықта жүретін тайпа екен да, бір-бірімен. Бірде соғыстың туын мынау ұстаса, Бани Хашим, бірде Бани Махзум, Халид ибн Валидтің рухы, Махзум рухы, Бани Махзум рухы ұстайды. Қағбаның тірлігін мынау істесе, мынау да істейді. Екі жақ бір-бірімен әрдайым бақталастықта өмір сүріп жатыр екен. Мінекей осы екеуінің, екі тайпаның осындай бақталастығының нәтижесінде Құрайыштың мүшриктері ойламайтын еді дейді. Ойламайтын еді. Бану Хашимнен шыққан Мұхаммед Бану Махзум тайпасындағы осындай бір-біріне бақталас болған тайпадағы өзінің жаңағы қарсы жұмыс істейтін тайпасындағы кісінің үйіне барып исламға шақырады деп ойламаған еді дейді. Сондай ғой, жауының үйіне барып қалай исламға шақырады деген сияқты мәселе ғой. Одан кейінгі нәрсе, исламды қабылдаған кездегі Арқам ибн Абу Арқамның жасы 16 жаста дедік. Құрайш мүшриктері ойлайтын еді, жап-жас баланың үйінде Мұхаммед не істейді деп. Бұл кісінің бір андай қылып алып баратқан өмірбаяны жоқ та, ойбай бүйткен қиратқан анда анау сахабалар сияқты. Өмірбаяны бір 2 бетке жетер-жетпес, араб кітаптарынан қарасаңыздар. Барлығын жинағанда онда да 2-ақ бетке жетер-жетпес өмірбаян. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын оқыған адам Арқам ибн Аби Арқамнан аттап өте алмайды ғой ешқашан. Көрдіңіз бе? Бақытты адам. Алла тағала ол кісінің үйіне бақытты дейтін себебіміз Жәбірейіл алейхиссаламмен аяттар жіберген ғой. Жәбірейіл алейхиссалам кірген үй кімнің үйі? Арқам ибн Аби. Кімге Алла нәсіп етеді деген нәрсе ғой. Алла соны Арқам ибн Аби Арқамға нәсіп еткен екен, субханалла. Бұл кісі енді жаңағы неше бір 30-40-қа жуық сахаба келіп үйінде исламды қабылдайды бұл кісінің. Шамамен. Ең соңғы болып келіп исламды қабылдаған кісі кім бұның үйінде? Омар ибн Хаттаб радиаллаху. Омардан кейін болды, сыртқа шығады бәрі.
ертең келеміз иншалла Омардың исламды қабылдауына. Бірақ Омарға дейінгілердің барлығы тығылып келіп кімнің үйінде? Арқам ибн Аби Арқам, жаттап алыңыздар. Субханалла, қандай керемет сахаба. Арқам ибн Аби Арқам әл-Мағзуми, Мағзум тайпасынан шыққан. Яғни Халид ибн Уалидтің тайпасы, Абу Жахилдің тайпасы. Бұлар жаңағы кілең, сен тұр, мен атайындар. Құрайышта егер Меккеге бір қауіп төнетін болса, туды кім көтеретін болған? Мағзум тайпасын жігіттер көтеретін болған. Кілең андай иықтары тіреліп қалған, сондай жаңағы айдарынан жер ескен сондай мықты кісілер кімнен шыққан? Мағзум тайпасынан шыққан. Халид ибн Уалидтің руы, жаңағы Абу Жахилдің руы, Халидтің әкесі Арқам ибн Аби Арқам, бәрі сол Мағзум руының жігіттері. Енді қараңыздар, әдейі айтып жатырмын Мағзум деп сіздерге. Бірдеңе айтайын деп отырмын екен. Енді сол Арқам ибн Аби Арқам радиаллаху анхудың өмірін кішкентай айтып өтіп кетейін. Енді бұл кісі өткен бізге кездеспейді бұдан кейін. Болды, осы басында ғана кездеседі бізге. Түсінікті ғой, жер бетіндегі тұңғыш медресе, кірпіші қаланған, Жәбірейіл алейхиссалам уахимен түскен, қаншама адамдар келіп исламды қабылдаған үй Арқам ибн Аби Арқамның үйі. Бұл кісінің өмірі сондай, осыдан кейін аты шықпай қалады бұл кісінің, осы оқиғадан кейін. Я азапталғандардың ішінде жоқ, я исламда қан төккендердің ішінде жоқ, я пайғамбар қасын. Бірақ барда ішінде жүр да, бірақ не? Келмейді бізге риуаяттар. Қызық бір түрлі осы жерлер. Бірақ Мәдинаға хижрет еткендердің ішінде бар. Бәдір соғысына қатысқан кісілердің ішінде бар. Бәдір соғысындағы ең мықты қылышты, жаңағы олжаға түскен осы кісі келіп сұрайды, Алланың елшісі, маған бересің бе деп. Ойбай саған дейді Арқам ибн Аби Арқам. Соны алады бұл кісі. Кейін бұл кісі жаңағы Құдысқа барам дейді бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Алланың елшісі, мен Құдысқа барып намаз оқып қайтайын деп едім дейді, Әл-Ақса мешітіне. Сонда Алланың елшісі айтады саллаллаху алейхи ва саллям, о жақта не істемексің дейді. Сауда саттық бірдеңемен бара жаттың ба? Қосымша бірдеңемен? Жоқ, тек мешітке намаз оқып қайтайын деп едім дейді. Онда есіңде болсын дейді. Менің мешітімде оқылған намаз дейді. Ана бәріміз білетін хадис бар ғой, менің мешітімде оқылған намаз өзге мешіттерде оқылған намаздардан 1000 есеге артық болады Арқам деп айтқан. Мінекей осы хадисті осы кісіге айтқан екен. Тек қана харамнан басқа деген. Өйткені харам мешітінде оқылған намаз Қағбада ол 100.000 есеге тең болады деген. Осы хадисі кімде келген? Арқам ибн Аби Арқамға айтқан екен. Содан кейін Алланың елшісі бармаймын онда Құдысқа деп айтқан екен. Сен мешітінде оқи беремін намазды деп. Міне сол радиаллаху анху өте бақытты. Пайғамбар саллаллаху алейхи дүниеден өткенге дейінгі бүкіл жорықтарға қатысады. Абу Бәкірдің кезіндегі жорықтарға қатысады, Омардың кезіндегі жорықтарға қатысады, Османның кезіндегі жорықтарға қатысады, Алидің кезіндегі жорықтарға қатысады. Мағауия радиаллаху анхудың заманына келген кезде, хижреттің 53-ші жылы, бұл кісі 85 жасқа келген кезде дүниеден өтеді Мәдинада. Мәдинада қазіргі Бақиқ деген мешіттің жанындағы қорым бар ғой, пайғамбар мешітінде. Сол қорымда жерленген бұл кісі. Жәннәтул Бақиқ деп аталады. Енді қараңыздар, сол дүниеден өткен кезде бұл кісі өмірден өтіп бара жүріп айтады, менің жаназамды Саад ибн Аби Уаққас шығарсын деп айтады. Бірақ бұл дүниеден өтіп жатқан кезде Саад ибн Аби Уаққас сапарда жүр екен, Таифта жүр. Мәдина қайда, Таиф қайда? Шамамен 650-дей шақырым арасы. Сонымен мәйт енді бір күн өтеді, 2 күн өтеді, 3 күн өтеді, жоқ Саад ибн Аби Уаққас. Сөйтіп хабаршы кеткен ғой Саадқа хабар беруге. Ана енді мына жолды тіліп өтудің өзі де біраз уақыт алады баруға. Сонда Маруан ибн Хакам Мәдинаның әкімі айтады, мынау Алла елшісінің сахабасы ғой, мынау мәйіт қорғылдық қой, оқиық жаназасын. Деген кезде Мағзумның жігіттері шығады ғой, сен не дейді? Мағзум айттым ғой жағы. Сондай болған олар. Не сен деген ғой? Әкім ғой анау дейтін, Мәдинаның әкім. Алла елшісінің сахабасының өсиетін орындауға жарамай қалдың ба дейді. Жоқ, мынанікі де дұрыс, мынанікі де дұрыс та, мынау мәйіт неғып кетеді деп жатыр да. Бірақ мәйіт бұзылмаған дейді, субханалла. Қанша күн жатқанда Мәдинаның ыстығында мәйіт бұзылмаған. Саад ибн Аби Уаққас келіп, ана екеуінің төбелесіп кетейін деп тұр ғой енді бұлар енді. Сондай өздері. Соның арасында келіп үлгіріп келіп жаназасын оқыған екен радиаллаху анху Саад ибн Аби Уаққас.